Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жемісті және де өте пайдалы смузи дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге овсянка және қатты тәтті болуын қаласаңыздар қант, бірақ ол міндетті емес. Және де сүт, алма, банан қажет. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Достар, сіздерге арнап алдағы уақытта өте қызықты, пайдалы рецепттер түсіретін боламын. Өткізіп алмас үшін каналыма қазір тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бананды ұсақтап тураймыз. Дайын болған бананды кувшинге саламыз. Алманың қабығын аршып, төртке бөліп, ортасын тазалаймыз. Алманы да ұсақтап тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Үстіне сүт құямыз. Айран немесе йогурт құйсаңыздар да болады. Смузиге сондай бір жұмсақ, ерекше дәм беру үшін біз овсянканы қосамыз. Және де кішкене тәттірек болу үшін мен бір ас қасық қант қостым. Осының барлығын блендермен бір келкі массаға келгенше жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей достар, біздің смузиіміз дайын болды. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өздеріңіз жасап, ішіп көрулеріңіз керек. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.